боюнча 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес мамандықтармен таныстыру бағытында бүгінгі өткізгелі отырған мамандықтар туралы іс-шарамыздың тақырыбы балалардың түрлі мамандық иелері ата-аналармен кездесу. Қош келдіңіздер маман иелері, ата-аналар, алдарыңызда отырған бүлдіршіндер, біздің болашақ мамандар. Құрметті балалар, ата-аналар, 37-ші Жұлдызай бөбекжайының тәрбиешілері, барлығыңызды бүгін көргеніме қуаныштымын. Әсел Мақсудовна, енді бүгін балаларды кездестіруге шақырып жатсыздар ғой, мамандықтар иесімен. Енді мен өзімді таныстырып өтетін болсам, мен кәмелеттік жасқа толмағандар істері жөніндегі аға инспектормын. Яғни сіздердің жастарыңыздан бастап 18 жасқа дейінгі балдармен, басым көпшілігі сондай балдармен жұмыс жасаймыз. Әсіресе сондай балдардың ішіндегі бұзақы балдармен біз көп жұмыс жасаймыз. Жалпы енді мен өзім жұмысыма тоқталатын болсам, балалардың көзімен полиция қызметкерлері. Дауысы болмайды. Жан-жағына қарауы, қызыл жаңада өтпеу керек, жасыл жаңада жүру керек, есін сақтау керек. Шекарамыздың қос болмауынан қорғайтын мемлекеттік ұйым. Қазақстан Республикасының қарулы күштері 1992 жылы 7 мамырда құрылған. Оның құрамына айта кетейін, құрлық әскерлері, әуе қорғанысы күштері, әскери теңіз күштері кіреді. Соның ішінен әуе қорғанысы күштеріне тоқтала кетейін. Менің аты жөнім Беркін Гүлфара Сианбекқызы. Осы 36-739 әскери бөлімінің әуе қозғалысын басқару орталығында қызмет атқарып келемін. Әуе дегеніміз не? Аспанда әуе? Кішкентай сәбилер туатын жер. Сол сәбилерге көмек керек болса, емдеу керек болса, біз соларға көмектесеміз. Кішкентай сәбилерге. Есім Қайсарлы, Теңіз Салтанатта. Теңіз жүйелмесіне сабақ берем.